Сәлем қыздар, бүгін біз өте ерекше пирог дайындайтын боламыз. Жасалу жолы да өте ерекше, көп уақытты алмайды, пісіріп отырмайсыздар. Әр пирог сайын, әр корждарын ерекше өте. Алдағы уақытта мен бірге жасап көріңіздер. Нәзік менің фаворит пирогтарымның бірі деп айтсам болады. Аузы еридің банандан жасалады, банафипай деп аталады. Ал кеттік, жасап көрелік. Ең алдымен ыдысымызға ситодан өткізілген ұнымызға разрыхителімізді қосып, бөлме температурасындағы майды қосып, қолмен әбден ертіп алатын боламыз. Ұнға малып, яғни песочный қамырын жасап алу үшін. Одан соң жұмыртқамызға қаймағымызды, майонезімізді қосып, оның үстіне қантымызды қосып, қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Араластырып болған соң, жаңағы ұнымызға құйып, қолымызға жабыспайтын песочный тестоның қамырын жасап алдық. Бұны холодильникке салып қоямыз 1 сағатқа. 1 сағатта қойған соң, осылай біркелкі қылып жайып алатын боламыз. Сіздер де мен сияқты жасап көріңіздер, өте ыңғайлы болып шығады. Өте жұқа болып кетпеуі қажет. Жайып болған соң 23 диаметрі формамызға осылай салып алатын боламыз. 170 градуста 25 минуттай пісіреміз. Осылай біркелкі қылып қойып, жан-жағын керек емесін кесіп, қолымызбен осылай батырып алатын боламыз. Біркелкі қылып істеп, оның үстін шанышқымен тесіп шығатын боламыз, яғни көтеріліп кетпеуі үшін. Енді шоколадымызды қайнаған суға салып, осылай ертіп аламыз. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қандай шоколад қолдансаңыз да, оның үстіне варенка қолдандым, сіздер карамель қолдансаңыздар болады. Біркелкі қылып жағып, үстіне осылай бананымызды қойып шығамыз. Бананымызды қойып шықтық, енді кремді дайындадық. Кремме қаймағымызды сгущенка қосып, оның үстіне сливкимізді қосып, осылай формамызға салып алатын боламыз. Осындай насадка қолдандым. Сіздер қалауларыңыз бойынша насадка алсаңыздар болады. Осы насадкамен өте әдемі көрінеді. Сондықтан менікінде жасап көріңіздер. Осылай біркелкі қылып қойып шығамыз. Осылай біркелкі қылып жағып болғаннан кейін өте әдемі болып көрінеді. Иісін айтсаңыздар, өте керемет. Қазірден жеп қойғым келіп тұратын болады. Болды, енді еріген шоколадымызды осылай құйып шықтым. Сәндеу өз еріктеріңізде осылай да әдемі көрінді. Менің фаворит пирогтарымның бірі. Менің рецептім ұнаса, колокольді басып қойыңыздар. Алдағы уақытта да менің тәтті рецептерімді қарап көріп отырасыздар. Лайк, коммент ұмытпаңыздар. Ас болсын, жаңыл Үсен қызы.